Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгін сіздерге көп терлеудің және денеден шығатын жағымсыз иістің алдын алу жолдарымен бөлісемін. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымызда жаз мезгілі келе жатыр. Жаз мезгілінде көп адамдар, яғни көбіміз көп терлейміз, денеден жағымсыз иістер шығады. Терлеу процесі бұл табиғи құбылыс болып табылады. Тер арқылы организмнен керек емес уытты заттар, токсин, шлактар организмнен шығады. Көп терлейтін аймақтар бұл алақан, маңдай және қолтық асты аймақ болып табылады. Қолтық астында көптеген лимфа шоғырланған, ал лимфа жүйесі организмді токсиндерден тазалайды. Сол токсиндерді сыртқа шығарып отырады. Терлеген кезде біз көбінесе дезодорант қолданамыз. Ол дезодоранттың құрамында ауыр металдар, әсіресе алюминий бар. Ол орталық жүйке жүйесіне токсикалық әсер етеді және сол жердегі пораларды бітеп тастайды. Сыртқа шығатын токсиндер бітелгеннен кейін, тері бітелгеннен кейін сыртқа шығатын токсиндер сыртқа шықпай, керісінше ішке жинала бастайды. Және сол жерде бактериялар жиналып, көбейіп, жағымсыз иіс шыға бастайды. Егер денеден жағымсыз иіс көп шығатын болса, ол асқынып кететін болса, әрине ішкі ағза құрылыстарын тексерту керек. Себебі асқазан ішік жолдары бұзылысы болуы мүмкін, немесе лимфа жүйесі токсиндерді сыртқа дұрыс шығармау бұзылысы болуы мүмкін. Сондықтан ішкі ағзаларды тексерту керек. Себебі ішкі ағзаның, ішкі құрылыстың айнасы бұл тері болып табылады. Терідегі, яғни іштегі әрбір өзгеріс терідегі көріністермен сипатталады. Денеден жағымсыз иістің шығу себептері ол біріншісі инфекцияның әсерінен болуы мүмкін, организмнің әлсіздігінен, витамин жетіспеушілігінен және сол жерге ылғалдылықтың жетіспеуінен болуы мүмкін. Әрине, бұл кезде сіз дәріханадағы Теймурова пастасын қолдануға болады. Ол пастаны таза теріге жағу керек, аптасына 2 рет қолдануға болады. Алғашында ылғалдылық немесе жағымсыз басқаша иіс шығуы мүмкін, ол қалыпты жағдай. Осы паста жақсы көмектеседі және үйдегі ас содасында қолдануға болады. Және витаминдерден магнийді қабылдауға, магний және басқа витаминдерді қабылдауға болады. Осы әдістерді қолданып көріңіз, сізге міндетті түрде көмектеседі деген ойдамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.